Міне наурыз көжеміз дайын болды. Ас болсын. Наурыз көже ұлыстың ұлы күні жасалатын қасиетті ас. Бұл дәстүрлі тағам ынтымақ пен берекенің белгісі. Оған 7 түрлі дәм қосылады, себебі түркі халықтарының ұғымында 7 қасиетті сан болып саналады. Ол күні наурыз көжені тойып ішкен адам жыл бойы молшылық пен тоқшылықта болады. Ал енді наурыз көжені дайындау әдісін айтайын. Алдымен етті бөлек асамыз, еттің сүрленген болғаны абзал, қазы болса тіптен жақсы. Ет 2 сағаттай піскеннен кейін оны қазаннан алып, бөлек ыдысқа саламыз. Одан кейін ақ жүгеріні пісіреміз, өйткені ол еттен кейін ұзақ пісетін дән. Келесі кезекте сары жүгеріні қайнатамыз, оған шамамен 40 минут уақыт кетеді. Ал ең соңында бидайды пісіреміз. Дәнді пісіріп алған соң, оны аздап суытып аламыз. Ет пен дәндерді араластырғаннан кейін тағы бір қайнатып аламыз. Ең бастысы наурыз көжеде қандай дәм, қандай дақыл қосқанын көрініп тұру керек. Сондықтан дәндер езіліп кетпеуі тиіс. Дәндер піскен соң қазаннан түсіріп, етті ұсақтап тураймыз. Қатық, айран немесе құртты қайнаған суға езіп қосамыз. Қазақстанның кейбір аймақтарында наурыз көжеге сүт пен мейіз де қосады.